Қоңыраулы қала. Үшінші қабат! Бірер қабатты үй деген қызықсыз. Өткен ғасырдың ежісіндегі дүние. Бірақ қабат. Қызықсыз ғана емес, шалғайсыз келсем. Мегаполис деп ауыз толтырып айтуға ерте әрине, бірақ бір нәрсе айдан анық жеңіл сити міндетті түрде көкке қарай өсіп, қарқынды дамиды. Қаланың жобасы дайын болып қалды. Жоқ, маған атақ-таңдық қажет жоқ. Мейірімім үстем болып жатса көреміз ғой. Сонда күн туып жатса, ең бастысы бастамасы ғой. Соны қолға алайын деп жатырмын. Соны қолға алайын деп жатыр. Мен Ваняның жұмысын жеңілдетейінші. Ту, не болды? Сәлем. Сәлем. Мәсіғым. Педакор, тағы не болды? Өзім де солай ойлап едім. Нені айтасың? Жайын, мен ұлылықтың белгісін айтам. Мынау не? Ұлылықтың белгісі деген осы ғой. Сен әлдеқандай болмаш. Мына мүсін қабілетсіз қолынан шыққан туында. Сен өзің тіпті. Бұл да саған сөз оқпа. Мынандай болмашы нәрсе жасап, үшінші қабат саламыз. Не қажеті бар? Не қажеті бар дейді? Түк түсінсен бермасын. Сен суретші әрі мүсінші емессің бе? Шабыттанасың, басыңа бақ қонады. Солай емес пе? Оған дауым жоқ. Мен суретшімін. Қылқалам шеберіне кеңіс керек. Әрі озық ойы керек, ол да аса маңызды. Түсіндің бе? Міне, қара. Мынау қалай? Мынау ше? Бұдан озық ой болуы мүмкін емес қой. Әбден мүмкін. Көп қабатты тұрған үй. Немене? Көз алдыңа елестетші. Газеттер жарысып, тақырыбын айғайлатып. Джингли Ситидегі алғашқы 3 қабатты үй. Заманымыздың ұлы суретшісі Динканың қолынан және одан кем түспейтін құрылыс жұмыстары басшысының қолынан шыққан туынды. Меніңше, бұлай деген жақсы естіледі. Динканың қолынан шыққан туынды көкке апаратын алғашқы баспалдақ. Бедак көрдің да. Оны қойшы, болмашы нәрсе, атап айтудың қажет жоқ. Қане, құрылысшы, құрал-саймандар тауып қой. Мен шабыт шақырайын. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Жә, қойшы. Түкке тұрмайтын нәрсені айтпай. Сызба деген жалықтырып жіберді. Бип, құрал-саймандарды алып кел. Бәрекелді. Ойға не келсе, соны істейміз. Түбегейлі өзгерткеніміз бекер шығар, Өнерде мәміле деген болмайды. Денек? Бәрі дұрыс па? Біздің қаламызда ғажайыптар болып жатыр. Мұнда не болып жатыр? Бикеш, мұнда не істеп жүрсіз? Не білдіріп жүргендеріңді қайта сен маған айт. Денек? Уайымдама, Манюнь. Бәрі ойдағыдай жоспар бойынша.
қайдағы жоспарды айтасың? Әлгі анау. Қалқам, бәрі құрылыс жоспарына сай жасалып жатыр. Жаңа ғана шатырды жөндеу жұмыстар сәтті аяқталды. Бірде-бір тіреуіш элементке салмақ түсіп, зақымдаған жоқ. Қазір не болса соны айтатын элемент зақымданады. Бәрі ойдағыдай, Манюин. Мен 3-ші қабат салмақ болдым. Мен сәулетшімін, мен жаратушымын. Мынау менің бас құрылысшым Бедокур. Бас құрылысшы емес, құрылыс жұмыстарының бастығы. Бас Майда шетел сөз қылмаш. 3-ші қабатта қайтайын деп едің, а? 2-ші қабатыңда жоқ қой. Қайткені несі? Таза ауамен демалам. Құстар сайрайды. Қайсы бірін айтам? Жүр, саған көрсетейін. Ана жақтан керемет көрініс тамашалауға болады. Ол жаққа қалай көтерілеміз? Жақын арада бұл жерде айналмалы саты болады. Көкке көтерілетін саты. Ал әзірше көкке көтерілетін асылмалы басқыш. Мәссаған, не деген керемет. Айттым ғой саған. Мына құбылысты қайтесің? Оу, сенің үйіңе отыра тұрайық, Манюин. Әйтпесе, менің де үйім алыстау. Малмандай су болам. Жоқ, емнің тасталқанын шығарып жүрсеңдер. Көкке көтерілетін баспалдақ. Денек, көз қарасың бір түрлі ғой. Шатырымда қайта! Сендерден қайда қашып құтылам? Өзіме бір қабатты үй жетеді. Шатыры бүтін болса болды. Мен білде. Әзілдегенім ғой. Әзілің қандай жаман еді, Манюин. Мен баспанасы жоқ, суретші болдым ғой. Суретші деген азап шегу керек. Соған бола уайым қайыға салынба. Бәрін жөндеп береміз. Жаңбырда қойып қалды. Ең бастысы кім еді әлгі бас құрылысшыңа сене берме. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Бастығы! Керек десең, мен өз жұмысымды орындадым. Шатырды бұздым. Басқасында шаруам жоқ. Келіскен жоқпын. Сонда қалай? 3-ші қабат сал деген ұсыныс айтқан сен емес пе едің? Ай, тентек неме? Немене? Өзің емес пе шабыт шақырып жүрген денек? Ақыр айғанда Бедокур кінәлі болды ма? Міне, мына түріммен қайдағы жаратушы болам? Мен қиратушымын. Несі бар? Ол да жаман емес. Қиратушы. Міне тағы басталды. Ал сен, Бедокур, бұдан былай еш уақытта. Сенің де жетсіп тұрғаның шамалы. Жарайды, көмекке Ваняны шақыру керек. Міне менің сызбаларым қайда? Мұнда қайдан келген сұрамай қояйын. Қысқасы, мұның бәрін мен білдірдім. Кешіріңдерші, Тапқан екенсің. Денек! Жарайды, сен де кешір. Мен де оңып тұрған жоқпын. Вань, бәрін қалпына келтіресің ғой. Әйтпесе шабыт деген келе береді. Оған кеңістік керек. Алдымен нұсқаулықпен жақсылап тұрып танысып ал. Екіншіден бастаған істі аяғына дейін жеткізіп үйрет. Үшіншіден құрал саймандарды реттеп, соңынан ілесіп жүріңдер. Қанекей, менің артынан жүрдер. мен кәмпитті қалдырмай жеймін ғой. Ваня, мен құрылыс жұмыстарының бастығы болайынша? Жоқ. Тым болмаса құрылысшы болайынша? Жарайды, тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Авангардное искусство? Тук-тук! Денек!
Это что такое? Во что это я вляпался? Фу, прямо авангард какой-то. Тяжелая коробка. Даже поставить. О, привет, Денек. Слушай, тут нарисовалась одна проблемка. Проблемка? У меня творческий кризис! Нет новых идей! Да, я вижу. Слушай, а как тебе идея склеить бюст моего прадедушки? Представляешь, Ванин робот убирался у меня и убрал моего прадеда в хлам. Да, был художник. А теперь вынужден склеивать осколки чужого величия! Денек, ты чего? Если не получается, это же не повод опускать руки. А? Вот, вдохновись историей искусства. А, я уже сам почти история. Ну, тогда вдохновись современным искусством. Ну, хотя бы одним глазочком. Сейчас. Ага. Подумаешь, нет вдохновения. Сейчас посмотришь, вдохновишься. Секунду. Ва-ва-ва-ва. Угу, удивляй. Ого! Нет, дедушка, все склеим, все будет в лучшем виде. Дедушка? Кого это еще? Сюрприз! Вижу, моя работа производит впечатление. Так ты над этим еще и работал? Всю ночь, благодаря тебе, я теперь современный художник! Но как-то это неправильно. Долой все правила! Только отрицание, полет фантазии и авангард! Но Да-да-да! Спасибо тебе большое, дружище! что я наделал? Перформанс, арт-объект, инсталляция, хэппенинг. Всем этим занимается наш гость Денек. Здравствуйте! Скажите, как это быть современным художником? Ну, просто я вижу в обычных вещах то, чего другие не видят. А вот, например... Денек! Это же мое лучшее варенье! И мой лучший арт-объект! Несъеденные шедевры! Сатира на общество потребления варенья. То есть современное искусство в нашем городе не всем нравится? Ну, скажем, некоторые слишком много внимания уделяют деталям. Денек, где ты взял эти винтики? Это что, из моей мастерской? Ну нет, это уже слишком. Слишком талантливо. Так прямо и сказал? Ну, почти. Главный мой зритель — это, конечно, Панкрат. Он частенько и сам участвует в моих перформансах. Ой, какая инсталляция. Ай! Что за арт-объект? Настоящий креатив не только в высоком искусстве. Я всегда рад творчески помочь друзьям. Кто там? Федюня, это ты? Какая красота! Ой, что за штучка? О, ничего себе! Класс! Нет, Фрося! Фрося, не улетай! Браво! Вот ты у меня получишь, художник! Это так романтично! Ага. Фрося просто дар речи потеряла. До сих пор со мной не разговаривает. Впрочем, не только она. Ну как? Нет, мне не нравится. У меня же не такое пузо. Копия! Один в один. Ой, 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 ой. Слабо не убежишь! Я вдохновляю на новые рекорды. Да, это точно. Сегодня у нас в студии был талантливый, но пока еще не всеми понятый художник Денек. Да, докатились. Мой дорогой вдохновитель! Ты озарил мой путь! А я возвращаю тебе частичку этого света! Готовься! Авангард идет! Надо что-то с этим делать. Круто быть гением.
Это еще что за обывательщина? О, вот это я понимаю. Настоящий художник. Да, не то что денек. Вы чего тут? Не мешай нам наслаждаться искусством. Но ведь это просто мазня! Неужели вам это нравится? Приготовьтесь. Это искусство будущего. Не только без правил, но и без всякого смысла. Это же дилетантство! Как возвышенно! Какой бурлеск! Истинный художник! Ну, с такими зрителями и мое пребывание здесь бессмысленно! Денек, ты куда? Я ухожу в жесткий реализм и в лес. Да! А что не так-то? По-моему, красиво. Ребята, неужели вам не жалко Денька? А ему нас не жалко? Мы в его современном искусстве ничего не понимаем. Ну и что? А много ты понимаешь в искусстве Манюни печь пироги, в искусстве Вани собирать роботов, в искусстве Фроси шить костюмы или в искусстве Бедокура? В общем, ничего вы в других вещах не понимаете, но прекрасно ими пользуетесь. Вчера вот ты с удовольствием слопал 3 куска малинового пирога, особо не задаваясь вопросом, понимаешь ли ты процесс его приготовления или нет. А чего вы на меня набросились? Вы ведь особо и не возражали против моей идеи. Котя права, нам надо бы извиниться перед Деньком. Да, пожалуй. Вообще-то речь шла не только обо мне, а о нас всех. Все верно, но пойти всем это реализм, а нам для Денька нужен символ. А кому быть символом, если не тебе? А это обязательно? Ну ничего, их внуки еще меня оценят. До толпы нужно опускаться, а толпу поднимать. Что? Пимпочка? Котя, да я ведь даже не знаю, куда идти. Ну вот, теперь знаешь. Пронесла! Хватайся! Панкрат! Панкратик! Панкратушка! Если бы я только знал, в какую трясину затащит меня мое искусство! Твое искусство нас спасет! Поехали! Спасибо, что вытащил. Если бы не я, ты бы сюда не угодил. Я имею в виду болото, а не твое творчество. Да понял. Ну, братец, мы спасли. Друзья, спасибо, что пришли на мою выставку, чтобы оценить мое творчество. Несмотря на то, что я его вам всячески навязывал. Денек, это тебе спасибо, что расширил наш кругозор. Искусство прекрасно. Ему не обязательно быть буквальным или деликатным. Ну, до определенной степени. А не это ли я вам пыталась донести с самого начала? Искусством достаточно вдохновляться. Зачем искать в нем смыслы? Да-да-да. На примере пирога я все прекрасно поняла. Нужно быть просто открытым к новому. Это что? Мое варенье? Превосходно. Ха, а это интересно. Браво! 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 Браво!
собой и делай, как нравится. И пусть другие говорят, не получается, и пусть другие говорят, какая чепуха, а ты будь собой